27-ші есеп. 4 тізбектес бүтін санның қосындысы минус 2-ге тең. Осы сандардың ең кішісін табыңыз дейді. Яғни 4 санның қосындысы минус 2-ге тең. Бірақ бұл сандар тізбектес. Тізбектес деген, яғни бірінен кейін бірі. Егер бірінші санымыз x болса, екінші санымыз x плюс 1 болады. Үшінші санымыз x плюс 2 болады. Төртінші санымыз x плюс 3 болады. Яғни бірінен кейін бірі. Енді осыны дұрыстап жазып алайық. x плюс 1 плюс x плюс 2 плюс x плюс 3. Осы бізде минус 2-ге тең. Біз теңдеуді шығарғанда белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтаймыз. 1, 2, 3, 4. Яғни бізде 4x бар. 1-ге 2-ні қосамыз 3, 3-ге 3-ті қосамыз 6. Және ол теңдіктің оң жағына минус болып барады. Яғни минус 2, минус 6 болады. 4x тең минус 8-ге. X тең минус 8 бөлінген 4. X тең минус 2-ге. Ал біз x деп ең кіші санды белгілеген болатынбыз. Осы сандардың ең кішісі демек минус 2-ге тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы D нұсқасы.